Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 4-ші сынып 58-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көп таңбалы санды 3 таңбалы санға жазбаша бөлу алгоритмі. Бүгінгі сабақта сендер бөлінісінде нөлі бар 3 таңбалы санға бөлу алгоритмін қолдануды үйренетін боласыңдар. Менің видеом пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан соңына дейін қараңдар. Егер ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бұл мен үшін өте маңызды. Бірінші есеп. Есептеуді орындамай тұрып, бөліндідегі цифрлар санын анықта. Бізде бөліндідегі цифрлар саны 5 бөлгіш бізде бір таңбалы сан, яғни 5 таңбалы санды біз бір таңбалы санға бөлген кезде бізде 5 таңбалы сан шығады. Енді бөлетін боламыз. 52.965-ті 3-ке бөлеміз. Ол үшін 52-ден емес, бізде 5 жететін болғандықтан біз 5-тен қайырамыз, 1-ден береміз. 1-ді 3-ке көбейтеміз 3, 5-тен 3 тастасаңдар 2, 2 3-ке жетпегендіктен 2-ні түсіреміз. 22 бізде 3 жердегі 7, 21, 7-ден береміз. 22-ден 21-ді азайтқан кезде 1 қалады, 9-ды түсіреміз. 6-дан береміз, 18 болады. 19-дан 18 азайтқан кезде 1 болып, 1 қалады. Енді біз 6-ны түсіреміз. 3 жердегі 5-ім 15, 3-тен береміз, 5-тен береміз. 16-дан 15-ті азайтсақ 1 қалады. 5 түсіреміз, 15 3 жердегі қаншаны көбейткенде 15 шығады, бізде 5-ім, демек 5-тен береміз. 5 жердегі 3 15, 15-тен 15-ті азайтсаңдар 0 қалады. Міне осылай есептерді шығаратын боламыз. Келесі 52.800-ді 3.320-ға бөлген кезде нөлдерді қысқартатын боламыз. Бөлінгіште қанша нөл болса, бөлгіштегі сонша нөлді қысқартамыз. Бөлінгіште 1 нөл болса, бөлгіштегі 1 нөлді қысқартатын боламыз. Міне осылай есептерді шығаратын боламыз. 5 таңбалы санды 3 таңбалыға бөлген кезде 3 таңбалы сан шығады. Бізде 52.800-ді 320-ға бөлген кезде 165 шығады. Бұл есептің жалғасы. Өздерің шығарып, осы үлгімен салыстырыңдар. Мұқият тыңдаймыз. Екінші есеп. Біз 135.270-ті 45-ке бөлетін боламыз. Ол үшін біз 45-ке бөлу үшін 135-тен қайырамыз. 135 бізде 45 20-де басаңдар, шамамен 3-тен беруге болады. 3-тен береміз. 3 жердегі 5-ім 15, 5 жазылып 1 ойда. 3 жердегі 4-ім 12, ойдағымен 13. 135-тен 135 азайтсаңдар 0 қалады. Ал енді біз 2-ні түсіреміз, жетпейді, 7-ні түсіреміз, жетпейді, 0-ді түсіреміз. Демек біз қатарынан 3 таңбалы сан түсіргендіктен 2 0 жазатын боламыз. Содан кейін барып 45 270-те неше рет бар екенін білу үшін 5 жердегі қай санды көбейткен кезде 0-мен аяқталады. Есімізге түсіреміз және де 6-дан береміз. 6 жердегі 5-ім 30, 0 жазылып 3 ойда. 6 жердегі 4-ім 24, ойдағымен 27. 270-тен 270-ті азайтқан кезде 0 қалады. Келесісі 508.800-ді 318-ге бөлу үшін 508-ден қайырасыңдар, 1-ден бересіңдер. 1-ді 318-ге көбейткен кезде 318-дің өзі шығады. 508-ден 318-ді азайтқан кезде 190 қалады. 190 жетпегендіктен 8-ді түсіреміз. Енді бізде 8 жердегі қаншам 8-мен аяқталады. Есімізге түсіреміз. 8 жердегі 6-ым бізде 48, 8-ді жазылып 4 ойда, 6 жердегі 1-ім 6, ойдағымен 10, 0 жазылып 1 ойда, және де 3 жердегі 1-ім 3, 6 жердегі 3-ім 18, ойдағымен 19, 1908-ден 1908 азайтқан кезде бізде 0 қалады. Демек 508.800-ді 318-ге бөлген кезде 1600 шығады. Үшінші есеп, өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. 29.376-ны 72 бөлімдерін 72 сандарының бөлінісін, демек бөлу деген сөз, 16 есе арттар деген сөз, көбейту деген сөз. Сонда біз 29.376-ны 72-ге бөлеміз, одан шыққан санды 16-ға көбейтеміз. Сонда бізде 6.528 шығады. Келесінде 55.224 пен 72 сандарының бөлінісінен, демек бөлеміз деген сөз,
87.552 мен 144 сандарының бөлінісін, демек 87.552-ні 144-ге бөлесіңдер, бөлінісінен азайт деп тұр. Яғни екі шыққан сандар да бір-бірімен азайтасын боласыңдар. Сонда бізде 100 қалады. Келесінде бұл тапсырмасында 801 мың санынан деп тұр. 39.424 пен 56 сандарының бөлінісін кеміт деп тұр. Демек 39.424-ті 36-ға бөлесіңдер, одан шыққан саннан, яғни 801 мыңды азайтатын боласыңдар. Сонда бізде азайтқан кезде 800.296 шығады. Төртінші есеп, есептеп дұрыстығын тексерулерін қажет. 135.275-ті 45-ке бөлеміз. Бұл жерде 6 таңба алсан, 6 таңба алсан да 2 таңбалға бөлінгенде 4 таңба алсан шығады. Бұл жерде қатып қалған айтарлықтай заңдылық жоқ, өйткені ол берілген санға байланысты. 135-тен қайырамыз, 3-тен береміз. 3 жердегі 5-ім 15, 5 жазылып 1 ойда, 3 жердегі 4-ім 12, ойдағымен 13. 135-тен 135 азайтқан кезде 0 қалады. 270-ті түсіреміз. Қатарынан 3 сан түскендіктен 2 0-ден береміз. Енді 5 жердегі қаншам 0-мен аяқталады. Көп сандар аяқталады, бірақ бізге 270-ге аспайтын сан керек, сондықтан біз 6-тан береміз. 6 жердегі 5-ім 30, 0 жазылып 3 ойда, 6 жердегі 4-ім 24, ойдағымен 27 болады. Демек 135.270-ті 45-ке бөлген кезде 3006 шығады. Дұрыстығын тексеру үшін 3006-ны 45-ке көбейтесіңдер. Сонда бізде 135.270 өзі шығады. Міне осылай есептің барлығын жазып көрсетулерін керек баған түрінде. Бұл есепті өздерің шығарыңдар, үлгісін, есептердің дұрыстығын менікімен тексеріңдер, және де мұнда есепті жалғастырып жазып қойдым. Келесі бізде 5-ші есеп. Өте оңай есептердің бірі. Билеттердің құнына қара, өрнектер бойынша есеп құрастыр. Дайын бізде өрнек берілген, осыған есептің шартын құрастырып, мән тапсаңдар болды, сұрақ қойып. Мысалға, ұлттық музей бізде берілген. Ұлттық музейінде жалпы бізді 732 теңгеден кіруге да, кіруге 732 теңге төлейсіңдер. Бізде кіру керек 14 бала. Және де аспаптар музейіне кіру үшін бір бала 1850 теңге төледі. Сонда мен жалпы барлығы неше теңге жұмсағанымды табуым қажет. Ол үшін 723-ті 14 балаға көбейтіп аламын. Және де бір бала 18.850 теңгеге бір билет алып, ол аспаптар музейіне кірді. Сонда менде барлығы неше ақша кеткен табу үшін көбейтіп қосамыз. Сонда менде 11.972 ақшаны жұмсадым деген сөз. Міне осылай өздерің есептің шартын құрастырып шығара берсеңдер болады. Сұрақты өзгертсеңдер де болады. 6-шы есеп. Түргездердегі сандардың орналасу тәртібін тап. Бірінші мұқият қараймыз түргездерге. Бірінші кестедегі көлденеңіне орналасқан сандар қатары байқасаңдар 3-ке артып отыр. 34, 37, 40, 43 деп. Ал тігінен орналасқан сандар бағаны 1-ге артып отыр. 34, 35, 36, 37 деп. Енді біздегі сұрақ белгісіндегі санды табуымыз қажет. Енді қалай табамыз? 43-ге 3-ті қосамыз 46, 45-ге 1-ді қоссақ 46 болады. Демек бұл жердегі жасырылған сан 46. Келесісінде, екінші кестедегі көлденеңіне орналасқаны бірінші сан 2-ге, екінші сан 3-ге, үшінші сан 4-ке артып отыр. Міне 61-ден 63 2-ге артып отыр, 63-ден 66 3-ге артып отыр, және де 66-дан 70-ге 4-ге артып отыр. Ал енді тігінен орналасқанда байқасаңдар, бірінші сан 1-ге, екінші сан 2-ге, және де үшінші сан 3-ге артып отыр. Міне 61 1-ге артты 62 болды, 62 тағы 2-ге артты 64, енді 3-ге артты 67 болды. Енді біз сұрақ белгісіндегі санды табуымыз қажет. Ол үшін 72-ге 4-ті қоссамыз 76, және де 73-ге 3-ті қосқан кезде 76 шығады. Келесі 7-ші есеп. Қалпына келтірушілер 12 күн бойы 4 сағаттан жұмыс істеді. Жұмысты орындау үшін 73 сағат қажет. Әлі қанша сағат жұмыс істеу керек? Егер күніне тағы 1 сағаттан қосып жұмыс істейтін болса, қалған жұмысты орындау үшін қанша күн қажет? Шартын құрып аламыз. 12 күніне
4 сағаттан жұмыс істейді. Қажет уақыт бізде 73 сағат. Әлі істеу керек белгісіз, бірақ 4 сағаттан істеуіміз қажет. Күніне 1 сағаттан арттыруымыз қажет. Енді қалған жұмысты табуымыз қажет. Ол үшін 12 күнде тауып аламыз. 12-ні 4-ке көбейтеміз, 48 сағат. Екінші әлі істеу керек, бізде 73 сағат болу керек орындау уақыты. Біз 48 сағатын жұмсадық, сонда 73-нен 48 азайтсаңыз 25 сағат. Бізде әлі істеу керек 25 сағат. Ал күніне арттыратын болсақ, 4-ке 1-ді қоссақ 5 болады. Демек 25-ті 5-ке бөлсек 5 болады. Қалған жұмысты осылай 5 күнде аяқтауға болады. Бұл жерде мен есепті тағы жазып көрсеттім, өйткені оқулықтағы есептер кішкене өзгерістері бар, сондықтан бұл есепті де көрсетіп қойдым. Мұқият тыңдаймыз. Тамғалы шатқалында ұзындығы 10 километр, ені 3 километр тасқа қашап салынған 5000 суреттер бар. Бір суреттің ауданы нешеге тең? Жалпы 10 километрде бізде 10.000 метр бар. 3 километрде 3000 метр бар. 10.000-ды 3000-ға көбейтеміз, сонда бізде 30 миллион метр квадрат бар. 30 миллион метр квадратты 5000-ға бөлген кезде 6000 метр квадрат бар. Демек, бір суреттің ауданы бізде 6000 метр квадратқа тең. Келесі 8-ші есеп. А және Б нүктелерінен қарағанда қандай сурет бейнеленеді? Біздегі көрсетілген суретті, мына 3 суреттің екеуін орналастыруымыз қажет. Бізге А-ға қажетті, бұл бізде екінші сурет. Екінші суретті қойған кезде біздің нүктелеріміз толығады, және де Б-ға біз қоюымыз қажет 3-ші суретті. Сонда біздің мына текшелер толық мен бір фигураны құрап шығады, яғни тік бұрышты құрап шығады. 9-ші есеп. Есеп бойынша өрнектер құрастыр. Мен қазір көрсетіп қойдым, сендер де осылай жазып алсаңдар болады. А тапсырмасында музейге арнап N жиектеме әзірленді. Бұл әзірленуі тиіс жиектеменің екінші бөлігі. Тағы қанша жиектеме әзірлеу керек? Бұл жерде 2 жиектеме берілген. Демек, біз 2N-нен азайтамыз N-ді деп, екінші бөлігі деп тұрғандықтан. Бұл жерде бұлар әріпті өрнектер. А тапсырмасында пойыз N сағат бойы А километр сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер межеленген жерге дейін арақашықтықта Б километр болса, оған қанша километр жол жүру қажет? Жалпы бұл есеп біздің 2 күн бұрын шығарған есепке сәйкес келеді. Бізде Б азайтылған, А көбейтілген N деп жазсақ болады. Б-сында, В-сында осылай мен көрсетілген үлгі бойынша жазыңдар. Келесі 10-ші есеп. Мен баған түрінде жазып көрсетіп қойдым. Сендерге қалай дұрыс, солай шығарыңдар. 209-ды 905-ке көбейтеміз баған түрінде. Әр санды әр төргезге көбейтеміз, және 0-ді біз көбейтпей аттап өтеміз. Сонда бізде 209-ды 905-ке көбейткен кезде 189.145 қалады. Міне осылай қалған есептің барлығын шығаратын боламыз. Бұл жерде бөлу бар, көбейту бар. Сондықтан шығарып болғаннан кейін дұрыстығын тексерсеңдер де болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Менің сабағым ұнап жатса тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.